Кән, аша қой. Аузыңды ашайын, әкәз. Стоматолог Шәріп. Аға, менің жолдас балдарым менімен араласпайды. Жандыма не үшін араласпайды олар? А, де кән. Болды, жаба сал. Араласпайтындай бар екен ғой. Зуни паста бере салайшы мен саған. Я, айта бер, не проблема? Аға, мен осы жыбыршып қалғамда, тісім қыши береді. Құрт бар ғой онда. Тісімде ма? Ода да бар. Мына тісте я, міне. Құрттағын ғой мынау. Сау ғой ол, аға. Қой? Мынау емес па? Жоқ ғой. Мынау ше? Ол да сау. Онда сенде тіс қамадының. Протез саласайшы. Айта қояным, не болып қалды? Ағана тіске пломбы салдыру керек еді. Қай тісіңе? Почти барлық тіске. Бол, сепірем 12 теңге болады. 12 теңге арзан емес па? Или пломбалары нашар ма? О, сол, нәкәсай, скидка деген нәрсе бар ғой. Пломбыдан уайым жоқ, мықты. 3 жыл гарантия береміз. Бәрін шағырып берсей, тірі адамдардың бәрін қабылдай береміз ғой. Ақыл айтамайтын роднойың. Брат, ана айқы шекпесей, брат. Ана өкпеңді жабыстырып тастайды да, смала сондай пайда болады. Керек емес, зиян ғой. Мен саған біреуін алайын айтпақшы. Ан ба? Иә. Сонда шекпе дегенде, анда-санда шегіп тұруға болады, ара-арасында көп шекпе да, брат. Істеп көр ма? Рус учет маршалайын деп жатыр мен. Рус учет? Не аласың ертең, документ проблема, ГАИ ала береді, проблемасы көп. Полный комплектация. Полный комплектация. Көрсетші Там осы үйленейін деп жатыр. Үйленейін деп жатыр. Ой, не аласың, жабып жатсың ғой әлі. Үйленесің, ертең той жасау керек, анау керек, мынау керек, оны бала шаға бағу керек. Олар өсет, сабаққа барады, универ бітіріп, жұмыс істейді да, сен асырап, рахатын көріп жатасың ғой. Естейін енді, братан. Үйлене берсей. Альфард алып таксовать етсем қалай? Альфард алып таксовать ету үшін сен мұздай горилла алатын 400 теңгең болу керек, қалтаңда. Бір темекі алатын 700 теңгең болу керек. Ұйқың бычыт болу керек. Одан кейін бір ескі Samsung телефоның болу керек. Еще WhatsApp-тан статус сала беретін сондай. Сондай бар ма қасиет? Жоқ. Бола алмайсың оны. Братан, қарызға алып бизнес ашсам. Не аласың? Істей алмайсың ғой сен ондайды. Ертең қарызға кіріп былығып жүресің. Сен екі бизнестің қарызда тұр ғой? О, мен пысықпын ғой, шустырым ғой. Мен үйтіп жүр, әйтеуір жауып аламын ғой. Сен ілініп, салынып, сорлы ертең ашсаң, ары күні жабасың ғой, білесің бе бизнесінде? Сорлы ұстап, қолына дым келіп, адаммен сөйлесе алмайсың ғой, керек емес саған істеп ондай. Сен одан да өйстіп салбырап, шлянка ұстап, жерде тас теуіп жүре берсең. Let's go, Сенің вообще оқымайтын класстастар. Апай, ауырып тұрмын мен. Үйге қайтарып жіберсеңіз жазылып кететін сияқты. Тыныш. Қысқа сағат неше болды? Сағат 8-ден 5 кетті. Таза сабақ оқитын уақыт. Оқушылар, ертең ата-аналар жиналысы, біреуінің ата-аналарын қалмай келетін болсын. Апай, менің анам ғана келеді, атам келемейді. Сен вообще келемейді, мүмкін емес. Балалар, қазір бақылау жұмысын жазамыз. Кім ерте өтеді, сол қайта береді. Апай, біз Манас екеумізді қоя беріңіз, біз қайта берейік. Ана сабақ айт. Не айтатынымды ұмытып қалдым ғой. Айтатын сөзімді ұмытып қалдым ғой.